Өмірге ғашық болу. 2012 жылғы көктемде басына қиын күн туып, Сәкен есімді туысым іздеп келді. Ол бір құжатта кеткен қателіктің құрбаны болыпты. Қылмыстық іс қозғалғанда қағазда аты жөні жазылып, құрыққа түседі. Біздің әділ сот жүйесі оны аямасы анық еді. Кемі 6 жылға анық сотталады. Ол депрессияға түсудің алдында тұрды. Жасы 30-дан енді асқан жігіт. Алтын асықтай 3 қызы мен ақылды келіншегі бар. Өзі тұратын шағын қаланың құрметті азаматы, ауылының мақтанышы. Ұжымына абыройлы, сауатты маман. Мына көлденең қырсық, оның осынша адал еңбекпен жиған абыройын жойғалы тұр. Біз бірнеше күн мән-жайды талқылап жүрдік. Ол барынша сабырлы болуға тырысты. Сонда да түнде дөңбекшіп шығатын, кейде дауысы өзгеріп, қобалжып отырғанын білдіріп қояды. Оны жұбату үшін уағыз, насихат айтпадым. Себебі оның өз басына жетіп артылатын діншілдігі де бар. Әлбетте, мұндай жағдайда әр адамның өзін сақтап қалу инстинкті іске қосылады. Қызметтес әріптестері өз басын аман алып қалу үшін жанталасып жатты. Бірін-бірі ұстап беру, сату, қашу, бәрі болып жатты. Айтайын дегенім ол емес еді. Мәселе адамның ішкі әлемінде жүріп жатқан психологиялық процестері. Бірде оған: «Сәкен, саған тықыр таянды. Ерте ме кеш пе полиция сені қамайды. Уақытың тығыз. Бұл ақш емес. Біздің соттан әділдікті сирек көресің. Одан да осы бәленің қайғысына жұтылып кетпеудің амалын жасайық», дедім. «Не ұсынасыз?» «Саған Виктор Франклдың Освенцумнан қалай тірі шыққанын айтып берейін». «Адвокат танысың жоқ па?» «Бар, бірақ одан қайран болмас», дедім. Ол ықылассыз ғана: «Айтыңыз», деді. 2 сағат концлагердегі тозақты суреттеп шықтым. Сөз соңында: «Сол адам қашан өлді деп ойлайсың?» дедім. «Білмедім, соғыстан соң 15 жыл жүрген шығар». «Жоқ, 1997 жылы қайтты. Мен ол кезде әлі студент екем», дегенде ол аузы ашылып отырып қалды. «Кел енді, жағдайды таразыға тартайық. Франкл фашистердің концлагеріне түсті. Сен 21 ғасырдың түрмесіне қамаласың. Освенцумда жұмысқа жарамсыз адамды отқа жағады. Нарда ұйықтайды. 9 адамға бір көрпе, жастық жоқ, аяқ киім жастанады. Тәулігіне 200 грамм нан. Түсте бір мезгіл сылдыр сорпа. Дәрі-дәрмек жоқ. Қыста қалың киім атымен жоқ. Қылығы жақпаса полицейлер өлтіріп сабайды. Тырнағының астына ине тығады. Адамды атымен емес, қолындағы номерімен шақырады. Барлық құжаты түгел өртеледі. Дүние мүлкі атам заманда талан-тараж болған. Тұрған үйі, қаласы соғыста түгел жанып кеткен. Барлық туған туысын өлтіріп, жағып жіберген. Өзі құл сияқты. Айналасы тау-тау боп үйіліп жатқан өлік. Өле қалса ешкім жоқтап жыламайды. Керісінше, жолдастары қуана-қуана киімін шешіп алады. Тіпті бәтеңкенің бауына дейін қалдырмайды. Бәрінен жаманы неше жылға қамалғанын болжап біле алмайтын. Франкл осындай тозақтан өзін емес, талай досын аман алып шықты, дедім. «Қызық екен, иә», деп ұмсына түсті. «Енді сенің жағдайың қалай болады? Соны өлшейік. Аты жөнің сақталады, мүліктерің тұра береді. Дипломың жойылмайды, жұмысыңды жалғастыра аласың. Әйел бала шағаңа тиіспейді, ауырсаң емдейді, сабап қинамайды. Тамағың тоқ, жеке төсек, қалың көрпе. Құқықтарың тапталса шағымдан аласың. Адвокатың артыңнан барып тұрады. Ішінде қосымша кәсіптер оқытылады. Кітап оқып, біліміңді толықтыруға рұқсат. Жүріс-тұрысың жақсы болса, мерзіміңнен бұрын амнистияға ілігуге болады. Қамаудан қашан босайтыныңды шамалап біліп отырасың. Бастысы, мақсат мұратыңнан көз жазып қалмасаң болды. Барлық қиындықтарды қиратып өте шығасың.
Өмірге не үшін келіппін? Франкл не дейді? Франкл: біз өмірге айналадағы жұртты қуанту үшін ғана келдік. Қасындағы адамның түріне, жынысына, мәртебесіне, діни сеніміне, әлеуетіне қарамастан шаттық сыйлау үшін туылғанбыз, дейді. Осы тараптан қарасақ, түрменің ішіне, сыртыне бәрібір емес пе? Сен бостандықта жүргенде де ұлы мәнге жақындау үшін айналаңа жақсылық жасап, елге қуаныш сыйлауың керек болады. Бірақ біз бостандықта жүргенде бала-шаға қамы үшін деп адамшылықтан аттап кетуге дайын тұрамыз. Атақ пен қызметке таласқанда қасақана қиянат жасаймыз. Қиянат мәнді жоятын бірінші фактор. Өмірден мән кеткен соң үлкен апаттың болмай қоймасы анық. Керісінше, түрмеде мәнге ұмтылуға мүмкіндік көп. Оның үстіне ол жақта да сен сияқты қосақ арасында кетіп қалған бейкүнә жанның көптігіне күмән жоқ. Тіпті саған қызығып отырмын, дедім қалжың араластырып. Ол алғаш рет жымиып күлді. Әрі қарай бұл тақырып тереңдеген үстіне тереңдей берді. Ол шындап ширыға бастады. Бәлкім сотталмай қалармын деген бос дәмеден арылды. Адвокат досым оны алып қалу үшін бар өнерін салды. Кінәсіз екенін дәлелдейтін бір құшақ құжат та жинады. Бір күні: «Сәкен, сенен Франкл шықпайтын сияқты», деді. «Неге?» деді Сәкен селк ете қалып. «Себебі, мен істі сындыратын сияқтымын. Сені соттауға еш негіз жоқ. Бәрін былықтырған басшыларың ұсталу керек. Егер сені алып шықсам, логотерапиямен айналыса алмайсың», деп әзілдеді. «Қабай, өзімді дайындап, Франкл сезініп жүр едім. Жоспарымды бұзатын болдыңыз», дегенде күлмеген адам қалмады. Оның қайғыны жеңгенін осы сәтте анық байқадым. «Қиындыққа келсең кел», деп нық отырды. Мен бәрібір күштінің арты диірмен тартарын білдім. Ойым дәл келді. Адвокат арамтер боп қала берді. Көп ұзамай оны алып кетті. Бір кездері дастархандас болған, бірге жүрген жора жолдастары оны тезірек ұстап беруге барын салды. Жыламаған адам қалмады. 1 жыл тергеуде жатты. 2013 жылдың ақпанында үкім оқылатын күні сотына бардым. Кісенмен жетектелген 3 жігітті залға әкеп қамады. Мен де қарап тұрдым. Соттың оған тура қарауға жүзі шыдамады. Керісінше, сот Сәкенді емес, Сәкен оны соттап жатқандай әсер қалдырды. Себебі сотта Сәкеннің жазықсыз сотталып жатқанын жақсы біліп тұрды. Сот басын көтермеген күйі үкімді асығыс оқып шықты да: «Сәкен, қарағым, ренжіме. Саған бұдан төмен бере алмаймын. Біздің жұмысты білесің ғой. Азаматсың, мені де түсін», деді жалынышты халде. «Иә, уайымдамаңыз апай, бәрін байқап сезіп отырмын. Сізге ренжейтін жөнім жоқ», деді. «Ой, айналайын, түсінгеніңе рахмет. Тезірек босанып шығуға тырыс. Мақұл ма?» «Иә, әлбетте. Ол жағына қам жемеңіз», деді Сәкен еңсесін түсірмеген күйде. Сол кезде байқағаным, сот Сәкенді соттағанымен, соттың ішкі дүниесінде оның өзін ары соттап жатты. Ақталуға сылтау таппай далбасалап Сәкенді жұбатқан болды. Ал біздің жігіт жігерін мұқалтпады. Бұрынғыдай үрейі де жоқ. Себебі ары таза. Өмірден мағына алып, ұлы мәнге жақындауды меңгеріп алған. Осы жерде бір нәрсені аңғардым. Алғашқыда Сәкеннің арман мұраты шаблондардан шықпайтын стандартты болатын. Бала-шағаның жанында болу, жұмыста абыройлы жүру, әйелімен тәту-тәтті ғұмыр кешу дегендей. Тосыннан келген апат оның өмірлік мұратын жаншып жібергендей болды. Көкірегіндегі мақсат мұраты өзгере алмай, алдында күтіп тұрған түрменің бөлмесімен біріге алмай тоқырап тұрды. Кейін Франклдың логотерапиясын оқып, өмірдің мәнін басқаша түсінгенде арман мақсаты айқындалып, ұлғайып шыға келді.
Енді қай жерде болса да шабытпен өмір сүруге дайын еді. Кезек-кезек қоштасып жаттық. Ал аман бол, Сәке, 8 жылдан соң көріскенше, деп алақанымды сарт еткізді. Нұрланып кетіпсің ғой, мән таптың ба? Дедім әзілдеп. Иә, кеше душқа түсіп алғанмын, деді күліп. Сәкенмен солай қоштастым. Сосын оларды алып кетті. 2013 жылдың жазында ораза айтпен құттықтап телефон соқты. Даусы өте сергек, курортта жатқан адамдай қалжыңдап күлдірді. Логотерапия қалай болып жатыр, дедім. Керемет. Қасымдағы жігіттердің миына операция жасап шықтым. Бәрін өмірге құштар етіп жатырмын. Риза. Мұнда кітап оқимын деген адамға басшылық оң көзбен қарайды. Тегін үйрететін кәсіптерін түгел үйреніп алуға жігіттерді үгіттеп көндірдім. Сабақтан қалмаймыз. Кеше апайымыз, сендер өзі сотталған адамсыңдар ма, әлде студентсіңдер ме, деп таңғалды. Мұнда бір жігіт мектеп бітірмеген екен. Ой, жақсы болды, сені Құдай кезіктірді. Сенің арқаңда аттестат алып шығатын болдым, деп тура бір диплом алатын адамдай қуанып жүр. Ұлы мәнге ұмтылу тоқтаусыз жүріп жатыр. Құда да риза, Құдағи да риза, деді. Содан кейін жарты жыл тым-тырыс жоғалды. 2014 жылдың қаңтарында шетелге оқуға аттанғалы жатқанмын. Телефон шыр етті. Дауысынан бірден таныдым. Шаттыққа толы даусы сол күйі өзгермеген. Саңқылдап тұр, жағдай сұрасқан соң, ал айта бер бұйымтайыңды, дедім. Кітап керек. Қандай? Дедім. Ол сатырлатып біраз кітаптың тізімін берді. Көбі логотерапияға қатысты. Ішінде ағылшынша сөздіктер де жүр. Сөздіктің не керегі бар? Дедім. Не керегі бар емес? Шыққанша тіл үйреніп шығамыз. Оған дейін ағылшынға сұраныс өсіп те қалар. Үйде жүргенде шет тілін біраз оқытып жібергенмін. Басқа не жаңалық? Жаңалық сол, кеше түрме басшысы шақырды. Сәкен, сені басқа жаққа ауыстыруға нұсқау келген. Барымды салып алып қалдым. Себебі сен кетсең мына жерде діншілдер күшейеді. Бұрын бәрі мұнда түскен соң жаппай дінге ұрынатын. Алақандай аулада 40 қауым боп отырғаны бір-бірімен қырқысып. Шетінен фанат. Байқаймын, сенің сөзің басқа сияқты. Саған ұйығаны оқуға ден қояды. Кімнің кім екенін біз де білеміз. Қысқасы, дос болайық, деді. Түрменің бастығы риза. Оны да шаттыққа бөлеп, ұлы мәнге бір табан жақындай түстім, деді. Лондонға кетерден бір күн бұрын поштаға барып, тапқан кітаптарымды салдым. Ақпан айында келіншегіме хабарласып, рахмет, бәрін алдым, деп алғыс айтыпты.